мына сақина орнына түсу керек. Ол үшін мынау қалу керек. Қалғандары түсу керек. Міне байқасаңыздар, енді мына сақиналардың барлығын түсіру керек, мынаны ғана қалдыруым керек. Міне, мен мынаны түсіру керек. Ол үшін бірді түсіремін, екі орында тұру керек. Енді біз мына сақинаны көтере аламыз. Қайтадан орнына келтірейін. Енді менде мына 8-ші сақинаны түсіру үшін 7-ші сақина ілініп тұру керек, қалғандары түсу керек. Қайтадан орнына келтіріп жатырмын. Есімде қалған алгоритммен жасап отырмын. Бұның басқа да жолдары, әдістері болуы мүмкін. Ол туралы менде толық ақпарат жоқ. Мен өзімнің қызығушылығым бойынша ермек қылып, ой сергітіп жасап отырмын, қазақша айтқан кезде. Мінекейіңіз, 9-шыны түсірдім, енді 8-і сымда қалды, 2 сымда. Енді мен 8-шыны түсіру үшін дәл жаңағы алгоритмді пайдаланамын. Менде 7 қалу керек орнында. 7 қалу керек. 8-ді түсіру үшін қалғандары түсу керек. Ол үшін мен 7-ні түсіру үшін 7-ні қалдыруым керек. Мына 7-ның алдындағы 6-шы түсу керек. 5 қалу керек. Мынау түсу керек. Мына 8-ші, мына 7-шінің алдындағы 6 түсті. Енді 6-ның алдындағы қалған барлығы түсу керек. Ол үшін мен қайтадан кигіземін деп, 6-ның алдына 5-ті кигізіп алуым керек. Енді мен мына 5-ті түсіру керек. Ол үшін менде 4 қалу керек, қалғандары түсу керек. 4 қалу керек, менде. Қандай түсу керек. Мында 3-ті түсіріп алайық. Мен 2 түсір. Мінекейіңіз 5 түседі. Қайтадан кіргіземіз. Енді менде 4 қалу керек, 3 түсу керек. Үшті қалдырым керек. 4 түсіру үшін 3 қалу керек. Мінекейіңіз. Енді қазір 8-ші сақинаны түсіріп. Міне, 2 сақинаны шештік. Енді қалғаны жетеу. Қайтадан орнына келтірейін. Бірді кигіземіз, сәйкесінше 2-ні кигіземіз. 1 мен 2-ні түсіріп, 3 ілініп тұрса 4-ті кигіземіз. Енді мынау 4, 5, 6-ны кигізуім керек. 5-6-ны кигізу үшін 1-4 ілініп тұру керек, қалған 3-ті түсу керек. 3-ті түсіріп алайық.
Енді 1 мен 2-ні түсірем. 4-ті көтерем. 5-ті көтерем. 4 арқылы. Окей. Енді 5 сақина ілулі. 6-сын көтерім керек. Ол үшін 5-ін сақина тұрып, қалғандарды түсу керек. Мына сақиналар. 5-ті түсіру үшін, 4-ті түсіру үшін 3 ілініп тұру керек. 1 мен 2 түсу керек сәйкесінше. Сақинаны көтереміз. Şöyle tekrar orman geldireyim. Mine bizde енді жетеу қалды. Жетіншіні түсіру үшін 6-шы түсу керек, 6-шы тұру керек. Мына 5-ші түсу керек. 5-тен бастап барлық түсу керек. Бұны түсіру үшін менде мына 4-ші ілініп тұру керек. Қалғандарды түсу керек. Енді мыналарды осы сақинаға дейінгілердің барлығын қайтадан кигізіп, барлығын түсіруіміз керек. Міне, аның барлығын түсіруім керек. 4-ті түсіру үшін 3 ілініп тұру керек. 1 мен 2 түсу керек. 3-ті түсіру үшін 2 ілініп тұру керек, 1 түсу керек. 2-ні түсіру үшін 1 ілініп тұру керек. 2 сол кезде түседі. Міне екеңіз. Міне, бізде енді міне қазір 7-ші түседі, 6-шы ілініп тұр. Бізде 6 сақина ғана қалды. Қайтадан қалпына келтірейін. 3-ті шығарайын. 2 ілініп тұр. Бір мен 2-ні түсірейік. 4-ті шығарайын. Енді мына 5-шіні шығару үшін 4 қана қалу керек. 1 мен 1 2 3 түсу керек. Бірінші 3-ті түсіріп аламыз. Одан кейін 2-ні түсіреміз. Міне, сонымен бізде 3 сақина түсті. Енді қалғаны 5-еу ғана. 5-шіні түсіру үшін 4-ші ілініп тұру керек. Сәйкесінше мынау 3-шісі бізде 3-шіден бастап түсу керек. 3-ші үшін мынау 2 ілініп тұру керек. Қалғандарды түсу керек. Шоу алдын ала түсіру керек. 3-ті түсіру үшін 1 түсу керек. 2 ілініп тұру керек. Міне, 4-ші сақинамызда түсті. 1, 2, 3, 4 сақина. Қалғаны бізде 5 сақина ғана. Құлыбымыз шешуге жақын қалып деп ойлаймын. Сәл сабырлық танытып күтейік. Көп шешу, көп жасау да оңай шаруа емес. Так. Қайтадан шығарайық. Үшін 2 ғана ілініп тұру керек. Көршісіне 1 ілінбеу керек. Бірақ şimdi бұны болып тұр. Жақсы. 1 мен 2-ні түсіріп 3-ті қалдырамыз да 4 шығарып аламыз. Міне, сонымен бізде 5 сақина ғана қалды. 4-ге түсті. Енді мына 5-шіні түсіру үшін 4 ілініп тұру керек. Мына 3-тен бастап барлық түсу керек. 3 түсіру үшін 1-ді түсірем, 2 ілініп тұрады. Міне, 4 пен 5 қалды. 5-ті түсіреміз. Міне бізде 5 сақинадан шештік. Сыннан қайтадан оны қалпына келтірейік. Байқасаңыздар, шу ғана қалды. 4 түседі. 2 ғана қалды. Міне, менде де ойынның қызығы да, қиындығы да осы жерде. Алгоритмі өте жеңіл, қарапайым болғанмен сабырлықты, қағырлықты талап етеді. Осындай ой серпілтетін логикалық ойындарды ойнауға шақырамын. Жалпы есеп шығаруға көп, қызығушылық оятуға оқушылардың көп көмегі бар. Егер сізге осы ойын ұнаса, осы видео ұнаса, лайк басыңыз, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіз, және менің каналыма тіркеліңіз. Жақсы, кездескенше сау болыңыз.